Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз бүгін сіздерге малғора, заманауи малғарамен таныстыратын боламыз. Бұл жерде біз жылқы малын асыраймыз. Burada семіртіп сөйтетін боламыз. Мына жерде стяжкалар құйылып жатыр. Астында тақтайланған, тақтайлар шпалды тіліп салынған. Мына жақта драйвилкамыз бар, көріп тұрса. Бұл жерде енді жылқы малын асырайтын болғандықтан burada бос жүреді. Осындай істеп қойдық әзірге. Мына көрдіңіздер, мына жағында боқты ертең мысалы малдар шыққаннан кейін артқа қарай осы жақтан тәшкіме алып шығуға дайындап қойғанбыз. Мына трубаларын көрдіңіздер, жуан трубалар. Ертең мысалға мал бір-бірін тебіскен кезде, тұяқтар тиген кезде ажырап кетпейтіндей өте мықты қылып, сапалы қылып істелінген. Мына жақтан алдарыңызда көріп отырсаңыздар, науасы бар. Науасы әдемі, өте шұңғыл, көрдіңіздер ме, тереңдеу келеді. Ертең жеміңіз, шөбіңіз осы жақтан салынатын болады. Трубалардың стойкалары өте сапалы. Міне науаның іші осылай. Қалдықтары 15-20 сантиметрдей болып қалады құйылған кезде. Оны білесіздер, бетонды өздеріңіз құйып шығасыздар. Міне осылай. Төбесі қаңылтырдан қапталған. Міне көріп отырсыз, проводты қазір нарадағы ортаңғы белдемшеден үстіңгі жағына провод бір қабат қатар түседі. Оны қазір артына көрсететін болам. Осындай, қазір енді біздің бастырмамыз бір жаппа, ал енді міне көрдіңіздер, малдарымыз уже бағып жатырмыз. Мына жерде нешеу? 3, 6, 10 шақты бас тұр. Қазір міне жемдерін жеп жатыр, шөптерін жеп жатыр. Міне осындай күшті барлық жағдай жасалған. Міне көрдіңіздер ме? Осылай соғып алсаңыздар болады. Бұл енді мал бағам деген кісілерге өте керемет. Ал мына жаққа келетін болсақ, 3 ішінде не тұр деп ойлайсыздар? Әрине, бұл біздің жаңағы жылқымызға берілетін жеміміз. Міне көрдіңіздер. Осындай бұның бәрін жаңағыда қасында көрсеттім ғой, драйвилкамен істейміз. Ана жағында бағана айтқандай, тышқан боқтарын алып тастайтын жерін арадан көрдіңіздер ме? Тәшкі жүреді. Тәшкімен боқтарын бәрін жинап алып кетеміз. Мына жақта енді 10 шақты бас жылқыға дейін сияды, әдемі, емін-еркін осылай жайылып жүреді. Кейбіреулер бар енді байлап сондай бағатындар да бар. Ана жерде біз бос жібердік. Осындай күшті ат қора десек те болады, мал қора десек те болады, әдемі. Осындай жасап алсаңыздар болады. Көрдіңіздер ме, адамды мысалға артындағы боғын алып жатқан кезде ешқандай жаңағы теуіп ештеңе болмайды. Нарада стойкалары мықты. Мына жақта енді қарап отырсаңыздар, істеліп жатқан суреттер ғой шамалы. Соны көріп өтіңіздер. Қалай сылып жатқандары. Енді қарап отпай, Әділ Дарбоз каналына тіркелеміз. Енді мықты мал қора болсын, басқа болсын, обзор жасап отырамыз. Мықты видеолар күтіңіздер. Сау болыңыздар.